Сәлем достар, мен бүгін сіздерге көбісі біле бермейтін ерекше ашытқысыз небәрі 10 минутта дайын болатын пирожкидің рецептін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қайнап тұрған суға майонезді салып, майонездің іртігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қант пен тұзды салып, қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Ең соңында ұнның бәрін салып, оттың ең баяу режимінде жақсылап араластырып аламыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіз. Дайын болған қайнатпалы қамырды ыдысқа салып, қолмен жұмсақ етіп илеп аламыз. Одан кейін алдын ала піскен картоптың үстіне сары майды, тұзды, бұрышты салып, картоп езгішпен жақсылап пюре етіп езіп аламыз. Одан соң қамырымызды теңдей етіп 10-12 бөлікке бөліп аламыз. Әр қамырды жайып, арасына пюре салмасын салып, пирожки тәрізді түйіп шығамыз. Одан соң алдын ала қызып тұрған майға пирожкилеріміздің екі шетін қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей, біздің пирожкилеріміз пісіп шықты. Дәмі өте ерекше, сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.